еліміздегі барша ұлттық өнер қайраткерлерінің жан айқайын жеткізгім келеді. Сіздер білесіздер, мына аэроұшақтарға, бортқа авиакомпаниялар қазақтың қасиетті домбырасын кіргізбейді. Бұл біздің ұлттық намысымызды қорлау деп түсінеміз. Қазақтың қасиетті домбырасы ол қатардағы жүк емес, біздің ұлттық құндылығымыз. Бүгінгі таңда осы қасиетті домбыраға қалай болса солай қарау біздің ұлттық намысымызға тиеді. Сондықтан да бүгінгі таңда әбден тайраңдап кеткен авиакомпанияларды қашан тәртіпке шақырасыздар? Қазақтың киелі қасиетті домбыраны ұшаққа әрбір өнер өкілі өзімен бірге алып кіру керек деп ойлаймын. Кешегі 32-ші аштықтың кезеңінде де өзегі талып, білегінен әл кеткен кезде де атамыз қазақ қолынан домбырасын тастамаған. Бүгінгі тәуелсіз кезеңде біз неге қолымыздағы домбырамызды құрметтей алмаймыз? Осыған жауап берсеңіздер. Әуе кемелерінде мына музыкалық аспаптарды тасу, ол жаңа айтылып кеткендегідей олардың габариттеріне байланысты. Кейбір аспаптарды бүгінгі әуе кемелерінің полкаларына орналастыруға мүмкіндік жоқ. Соған байланысты осындай сұрақтар туындап жатыр. Қазіргі күні осы авиакомпаниялармен бірлесіп осы шаруаны қалай шешу бойынша тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Керек болған жағдайда мына жол багажды тасымалдау, қол жүгін тасымалдау шарттарына өзгерістер енгізуге дайындалып жатырмыз. Барынша осы шаруаны әуе кемелерінің мүмкіндіктеріне байланысты шешуге тырысып жатырмыз.